Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 4-ші сынып дүниетану пәні глобус және карта. Бүгінгі сабақта сен глобус пен картаның не үшін қажет екенін білесің. Глобус пен картада негізгі нысандарды көрсетуді үйренесің. Тірек сөздер: глобус, карта, құрлық, мұхит. Балалар, өткен сабағымызды қайталап, жер туралы қысқаша мәліметке назар аударайық. Жер күн жүйесіндегі күннен әрі қарай санағанда үшінші ғаламшар, адамзаттың тіршілік ететін бесігі. Жер эллипстік дөңгелекке жуық орбита бойымен 29765 км/сағат жылдамдықпен 149,6 миллион км орташа қашықтықта 365-24 орташа күн тәулігі ішіндегі күнді бір рет айналып шығады. Осы жер туралы ғылымды, яғни географияны картасы түсіндіру мүмкін емес. География жердің табиғатын, онда мекендейтін халықты, шаруашылықты зерттейді. Балалар, глобус дегеніміз не? Білесіздер ме? Әрине, сіздер білесіздер. Глобус жердің дәл үлгісі. Глобус латын тілінде шар деген сөз. Глобуста жер шары бірнеше есе кішірейтіліп алынған. Глобуста географиялық нысандардың барлығы бейнеленеді. Глобус пен картадағы түстер нені білдіреді, балалар? Көк түс суды білдіреді, сары түс қоңыр түс құрлықты білдіреді, ақ түс қар мұзды білдіреді. Бұдан мыңдаған жылдар бұрын адамдар беймәлім аймақтарға қайықпен саяхаттауға шыққан. Құрлықты түйемен, атпен жүріп өткен. Оларды жиһанкездер деп атады. Жер шарын жиһанкездер айналып шыққаннан кейін алғашқы карталар жасалына бастаған. Географиялық карта жер бетінің кішірейтіліп шартты белгілермен жазықтыққа түсірілген бейнесі. Қазір географиялық карталардың түрлері өте көп. Физикалық және саяси карталар бар. Кейбір картада бүкіл жер шары бейнеленсе, басқасында оның бір бөлігі ғана беріледі. Мына суретте көріп тұрғандарыңыз, балалар, дүние жүзінің жарты шарлар картасы. Ғалымдар глобусты шартты түрде ортасынан бөліп, картаға түсірген. Соның нәтижесінде жер шарының батыс және шығыс жарты шарлары пайда болды. Одан жер шарын тұтас көруге болады. Қосымша ақпарат: глобуста құрлық, арал, жер бетінің барлық нысандарының пішіні мен мөлшері айнытпай бейнеленеді. Бірақ жер бетінің егжей-тегжейлі түсіру үшін үлкен глобус жасауға тура келеді. Ондай глобус пайдалануға ыңғайсыз, сондықтан карта жасалды. Мұхит жер бетіндегі ойыстарға жиналған табиғи су айдыны. Жер бетінде 4 мұхит бар: Үнді мұхиты, Атлант мұхиты және солтүстік және де Тынық мұхиты. Үнді мұхиты ең тұзды мұхит. Атлант мұхиты ең көп балық аулайтын мұхит. Солтүстік мұзды мұхиты ең кіші, ең таяз, ең суық мұхит. Тынық мұхиты ірі әрі ең терең мұхит. Құрлық жан-жағын мұхиттар мен теңіздер қоршап жатқан орасан зор ауқымды жер бөлігі. Мынау міне мұхиттар картасы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.